Күн тәртібі хабары және оның жүргізушісі мен Еркін Байғабұлы. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың әділетті Қазақстан бәріміз және әрқайсымыз үшін атты сайлауалды бағдарламасын ұсынғанына бір жыл өтті. Осы бағдарлама аясында үкіметке берілген негізгі тапсырмалар, әлеуметтік салаға қатысты осы тапсырмалар қалай орындалып жатыр? Бүгін біз осы мәселені жан-жақты саралап көрмекпіз. Біздің хабарымызға қатысатын спикерлерімізді таныстыра кетейін. Гүлмира Жәкенқызы, Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік көмек департаменті ана мен баланы қолдау басқармасының басшысы. Сондай-ақ біздің хабарымызға саясаттанушы Ерлан Ахметов қатысып отыр. Сонымен бірге хабарымыздың барысында Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі бюджеттік кредиттеу, Қазақстан Республикасының ұлттық қоры және қаржы секторы мәселелері бойынша өзара іс-қимыл департаментінің директоры Айбол Арғынғазинов мырза да қатысып өзінің пікірін жеткізетін болады. Қадірменді спикерлер, ең алдымен сіздерге хабарымызға қатысуға келісім бергендеріңіз үшін барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Қазір мен ең алғашқы сұрақты саясаттанушы Ерлан Ахметов мырзаға қояйын деп отырмын. Шынымен де Ерлан Ахметов мырза жалпы осы президенттің сайлауалды бағдарламасында өзекті мәселе ретінде көтерілген негізгі түйткілді мәселелердің бірі бұл әлеуметтік салаға, әлеуметтік мәселелерге назар аудару болатын. Әділетті Қазақстанды құру, оның ішінде әлеуметтік теңсіздікті қалыпқа келтіру, әлеуметтік әділеттікті қалпына келтіру деген мәселе жиі айтылған болатын. Осы бағытта енді әлеуметтік саладағы жүзеге асып жатқан негізгі өзгерістерге байланысты өзіңіздің пікіріңізді жеткізсеңіз. Енді біріншіден жалпы баршамызға белгілі, өткен жылғы президенттік сайлау, президент институтын модернизациялау, демократиялау, яғни реформадан өткізу арқылы бір реттік 7 жылдық мерзім енгізілген болатын. Яғни Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев ұсынған сайлауалды бағдарлама негізі әділетті Қазақстанды құруға бағытталған, яғни әділетті мемлекет, әділетті экономика, әділетті қоғам. Жалпы біріншіден бұл бағдарлама 7 жылға арналған, яғни алдағы уақытта әлі үлкен нәтижелерді, үлкен жетістіктерді күтуге болады. Екіншіден былай қарасаңыз, бір жылдың ішінде де біраз жетістіктер бар. Айталық ұлттық қордан мысалға балаларға қаржы бөлінетін болды. Сонымен қатар шетелге заңсыз шығарылған активтерді қайтару бойынша заң қабылданған болатын. Және жалпы үшіншіден былай қарасаңыз, менің ойымша президенттің бұл сайлауалды бағдарламасын және жалпы 2019 жылдан іске асырылып келе жатқан реформаларды бөліп жаруға болмайды. Оған кешенді комплексті жағынан қарау керек. Сондықтан да барлық осы соңғы жылдары іске асырылып келе жатқан әлеуметтік мәселелер болсын, саяси мәселелер болсын, экономикалық мәселелер болсын, негізгі мақсаты әділетті Қазақстан құру болып табылады. Жақсы. Қазір онда біздің хабарымызға қатысып отырған тағы да бір қонағымыз Айбол Арғынғазинов мырзаға да сұрақтарымызды қойсақ. Айбол мырза, жалпы енді және ұлттық қордан балаларға деген жоба қазір енді осы президенттің берген тапсырмасына сәйкес жүзеге асырылған жобаның бірі болып есептеледі. Жалпы осы қазір жақында ғана мемлекет басшысы заң жүзінде осы жобаны бекітті. Қазір оны жүзеге асыру барысы қалай жүзеге асып жатыр? Келесі жылдан бастап осы есепшоттар барлық балаларға ашылатындығы туралы және осы жобаның маңыздылығы жөнінде бір тоқталып өтсеңіз. Сұрағыңызға рахмет. Расында да заң қабылданғаннан кейін қазіргі кезде заңға тәуелді бірнеше актілерді, ережелерді әзірлеу бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. Сонымен қатар барлық мәліметтер базасының дұрыстығы тексеріліп жатыр. Жылдың аяғына дейін бұл жұмыстың барлығы аяқталып, 2024 жылдан бастап осы жобаны іске қосу жоспарланып отыр. Қазіргі кезде бұл бағдарламаны іске қосудың барлық негізгі алғышарттары даяр деп айтуға болады. Осы ұлттық қор қаражатының инвестициялық кірісінің тең жартысының балаларға, біздің жас өспірім ұрпаққа, өскелең ұрпаққа теңдей бөлініп беру, ол да осы әлеуметтік әділеттілікті қалыпқа келтірудің, сонымен бірге ұлттық байлықты халық арасында теңдей бөлудің қағидаттарына толығымен жауап беретін, осы заманға сай азаматтардың көңілінен шыққан үлкен қолдауына ие болған бастама деп бір ауызбен айтуға болады. Жақсы, енді осы жобаға сәйкес еліміз бойынша осы қанша бала қамтылайын деп отыр? Осы мәліметті де келтіре кетсеңіз. Қазіргі кезде 2023 жылғы 1 қазандағы жағдай бойынша Қазақстан Республикасындағы 18 жасқа толмаған балалардың саны 7 миллион 20 мың адам.
бірақ қазіргі кезде нақтылау жұмыстарын жүргізіп жатырмыз. Жыл соңына дейінгі туу көрсеткіштерін, миграциялық көрсеткіштерді есепке алатын болсақ, әрине сөз жоқ, бұл көрсеткіштің артуы болжанып отыр. Қазіргі кезде барлық мәліметтер базасынан мәліметтер автоматты түрде алынатын болғандықтан, бұл мәліметтердің барлығы 2024 жылдың басында жаңарып, бұл жөнінде біз толыққанды қосымша ақпарат беретін боламыз. Жақсы, енді жалпы осы ұлттық қордың ашықтығы мәселесіне де байланысты осы арада сұрақтар туындайтыны белгілі. Енді ертең мысалға балалардың есепшоттары ашылғаннан кейін барлық ата-аналар осы біздің есепшотымызға қанша қаражат түсіп жатыр деп оны қадағалағылары келетіндігі сөзсіз. Сондықтан да осы бағытта не істеледі, қандай бір ашық платформалар болады, олар қалай қадағалап есепшоттарын бақылап отыруына мүмкіндіктері бар? Қазіргі таңда бұл мәселе бағдарламаның операторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының арнаулы қосымшасында, олардың сайтында, сондай-ақ электронды үкімет порталында баланың жеке сәйкестендіру нөмірі арқылы баланың ата-анасы балаға қанша сома түскенін, оған қаншалықты инвестициялық кірістің кіргенін барлығын нақты уақыт режимінде бақылап отыратын мүмкіндік болады. Жақсы, арнайы бір сайт бола ма? Оны қалай бақылдайды? Бір қосымша бола ма? Қазіргі кезде негізінен бұл екі порталда мүмкін болады. Біріншісі электронды үкіметтің порталы, барлық азаматтар пайдаланып жүретін, олардың функционалын толықтай білетін, қолдануға ыңғайлы осы электронды үкіметтің порталы. Екіншісі бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының сайты мен оның қосымшасынан осы мәліметтерді көріп отыруға болады. Сондай-ақ 18 жасқа толған балалар кәмелет жасына жетіп осы қаражатты пайдаланатын кезде мақсатқа сай қаражаттың пайдалануын растау үшін арнаулы сайт жұмыс жасайтын болады. Оның барлығын біз бағдарлама іске қосылған кезде осы бағдарламаның уәкілетті операторы бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорымен бірге қосымша егжей-тегжейлі хабарлайтын боламыз. Сондықтан да барлық азаматтарға барлық ақпарат уақытылы түрде дер кезінде толыққанды жеткізіліп отыратын болады. Жақсы, енді бұл арада қоғамдық бақылау деген мәселеге байланысты тағы да тоқтала кеткім келіп отыр. Өйткені осы ұлттық қордың жұмысына байланысты осының алдында да көптеген сұрақтар туындағаны белгілі. Жалпы енді осы қоғамдық бақылау жүйесі осы ұлттық қорға қашан енгізіледі? Оны бір жоспарда бар ма жалпы алдағы уақытта? Қазіргі кезде енді бұл қандай да бір қоғамдық бақылаусыз-ақ азаматтардың қызығушылығы артқанын өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл бағдарлама іске қосылғаннан кейін біздің халық, азаматтарымыз, ел тұрғындары, ата-аналар әсіресе бұл қордың қаражатына жіті назар салып, оны бақылап отыратын болады. Бұл да ұлттық қорға, онымен жұмыс жасайтын азаматтарға жауапкершілікті арттыратын сөзсіз. Сонымен бірге ұлттық қордың қаражатын басқару жөніндегі арнаулы орган бар, оған біздің мемлекет басшысы жетекшілік етеді. Барлық негізгі күрделі шешімдер сол жерде қабылданады. Сонымен бірге осы жоғарғы аудиторлық палатаның жанындағы кеңесші орган ұлттық қордың қаражатының қаншалықты мақсатқа сай жұмсалып отырғанын барлығын қадағалап отырады. Сонымен бірге жыл сайын тәуелсіз аудиторларға конкурс жарияланып, тәуелсіз аудиторлар ұлттық қордың қаражатына аудит жүргізеді. Соған сәйкес қордың қаражатының пайдалану тиімділігі бойынша да есептілік жыл сайын жарияланып отырады. Сонымен бірге ұлттық қордың кірістері, шығыстары, онымен жүргізілген операциялардың барлығы екі негізгі дерек көзде ұлттық банктың сайты мен Қаржы министрлігі қазынашылық комитетінің сайтында ай сайын жаңартылып отырады. Жақсы, және оператор зейнетақы қоры деп айттыңыз ғой. Жалпы осы операторды таңдау қалай жүзеге асты? Неге осы қорға таңдау жасалды деген сұрақ туындайды? Біріншіден, егерде екіншіден және бұл қордың жұмысына байланысты кемшіліктер анықталатын болса, мысалға инвестициялық табыс болсын және басқадай табыстар жағынан мысалға өте мардымды жетістіктер болмайтын болса, оларға қандай бір шаралар қолдануға болады? Сұрағыңызға рахмет, орынды сұрақ. Бұл жерде ең негізгі айта кететін жайт, қаражат ұлттық қордың басқарылуында, яғни ұлттық банктың қарауында болады. Бұл жерде бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры балалар кәмелет жасына толған кезде қаражатты пайдалану үшін іске қосылады. Сондай-ақ балаларға жылма-жыл жасалатын төлемді көрсетіп отыру үшін олар жұмыс жасайтын болады. Яғни бұл қордың қолына ешқандай да қаражат тікелей берілмейді. Сондықтан да бұл жағынан ешқандай алаңдаушылық танытудың қажеттілігі жоқ. Сонымен қатар қазіргі кезде осы мемлекет басшысы қол қойған заңға сәйкес қаржы нарығын реттеу және бақылау агенттігіне бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының қызметін осы ұлттық қор балаларға жобасын іске асыру бойынша бақылау тетіктері берілген. Оның барлығы іске қосылып,
бұл оператордың жұмысы толыққанды түрде бақыланып отырады. Сонымен бірге бір айта кететін жайт, бұл оператор ретінде таңдалудың негізгі себепшілігі онда барлық мәліметтер базасының болуы, қандай да бір қосымша жұмыстар жүргізудің қажет болмауы. Сонымен қатар тағы бір айта кететін жайт, мәселен бағдарламаның негізгі ережелеріне сәйкес қаражат 10 жылдың ішінде сұраусыз болса, пайдаланылмаса, ол автоматты түрде баланың зейнетақы жинақ қорына аударылады. Сондықтан да осы бағдарламаны толыққанды іске асыру үшін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры бағдарламаның уәкілетті оператор ретінде белгіленді. Жақсы. Онда сізге көп-көп рахмет ақпараттарыңыз үшін. Енді біз қазір хабарымызды жалғастырмас бұрын осы әлеуметтік саладағы өзгерістерге, оң өзгерістерге байланысты дайындаған журналистеріміздің сюжеті бар еді. Қазір соны тамашалап алайық, содан кейін ары қарай пікірталасымызды өрбітетін боламыз. Былтыр ұлықтау рәсімінде мемлекет басшысы Конституцияға сәйкес билік тармақтары түгел жаңғыратын айтқан. Жаңа саяси маусымда президент сайлауы бастап берді. Бұдан соң өзге де маңызды науқандар өтті. Сенаттың жарты құрамын сайлап үлгердік. Мәслихат пен мәжілісті сайлап үлгердік. Және жаңа жүйемен сайлап үлгердік. Өткен жылы басталған ауыл әкімдерінің сайлауы биыл 43 ауданмен, 42 ауданмен 3 қаланың әкімдерін эксперименталды сайлауға алып келді. Бұл шын айту керек, біз орталық Азиядағы осындай адамға барып жатқан тұңғыш мемлекетпіз. Сайлаудан кейін басталған елдегі бір өзгерістер нәтижесінде сен қозғалған нышан бар. Әлгінде айтылып кеткен жаңа Қазақстан құру жөніндегі, елде әділеттік, әлеуметтік әділеттілік қалыптастыру жөнінде және саяси реформалар жүргізу жөніндегі ынта ықылас бар. Президент әрдайым әлеуметтік жағдайға назар аударады. Жалақыны көтеру, мектеп және аурухана салу, жұмыспен қамту сынды мәселелер қалай шешілетіні әрбір қазақстандықты алаңдататыны сөзсіз. Айтпақшы, келер жылдың 1 қаңтарынан бастап елде ең төменгі жалақы 85 мың теңге болады. Бұл 2 миллионға жуық отандасымыздың жағдайын жақсартуға мүмкіндік бермек. Учитывая, что у нас в Конституции прописано, что мы... Біздің ата заңымызда Қазақстан өзін әлеуметтік мемлекет ретінде орнықтырады деп жазылғандықтан, осы бағыт әр кезде басым болу керек. Мәселен, білім беру саласына тоқталғанда, мемлекет тарапынан бөлінетін гранттар біртіндеп азайып, жеке кәсіпкерлердің гранттары көбейетіні қызықтырып отыр. Бұл дұрыс шешім деп ойлаймын. Әлеуметтік әділеттілікті атағанда елден заңсыз шығарылған активтерге де тоқталу қажет. Ұлықтау рәсімінде президент үкімет заңсыз шығарылған капиталды қайтару үшін қажетті рәсімдерді реттейтін заң жобасын әзірлейтіндігін айтқан. Бүгінде бұл маңызды құжат қысқа мерзім ішінде парламентте қабылданды. Қазір заңсыз шетел асып кеткен қаражатты қайтару бойынша тиісті жұмыс атқарылып жатыр. Қазірдің өзінде 1 триллионға жақын теңге қайтарылды. Енді түскен ақшаға осы әлеуметтік мәселелер шешіледі. Сонымен бірге ең негізгісі президент Тоқаев жақында біздің экономикамызды 4-ші, 5-ші өнеркәсіптік айналымға жеткізу жөніндегі нақты тапсырма қойған болатын. Міне осы қаржының барлығы біздің еліміздің әлеуметтік экономикалық сферасын жалпы модернизациялауға кетеді. Және сол модернизацияның аясында біздің еліміздің интеллектуалдық әлеуметтік деңгейі міндетті түрде өсетін болады. Айта кету керек, Қасым-Жомарт Тоқаевтың жаңа президенттік мерзімдегі бірінші жарлығы ауылдарды дамыту мәселесі туралы болды. Бүгінде Қазақстан халқының 40%-ға жуығы ауылда тұрады. Құжатқа сәйкес алдағы 5 жылда елді мекендерді көркейту міндеті тұр. 2029 жылға қарай елде 3 миллионнан астам адам еңбекпен қамтылу керек. Яғни 450 мыңға жуық жаңа жұмыс орны ашылады. Халықтың екі қолға бір күрек табуына ұлттық жобалар мен кәсіпкерлерді қолдауға бағытталған шаралар сеп болмақ. Риат-Шони, Асхат Қарағойшиев, Хабар 24. Хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Қазір мен келесі сұрақтарымды Қазақстан Республикасы еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің әлеуметтік көмек департаменті ана мен баланы қолдау басқармасының басшысы Гүлмира Жәкенқызына келесі сұрақтарымды қояйын деп отырмын. Гүлмира ханым, жалпы жаңа біздің сюжетімізде де жақсы атап өтілді осы әлеуметтік мәселелер, оның ішінде мына көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақы, бала күтімі бойынша мемлекеттік жәрдемақылар, сосын әлеуметтік төлем мәселелері бойынша да бірқатар өзгерістер қазір жүзеге асып жатқандығы белгілі. Осы жобаларға байланысты мәліметтерді келтіре кетсеңіз, бұл қанша адамды қазір еліміз бойынша қамтып отыр? Сәлеметсіздер. Шынымен балалары бар отбасыларды әлеуметтік қолдау біздің мемлекетіміздің негізгі мәселесінің бірі. Ана мен баланы әлеуметтік қолдау көп деңгейлі
жүйесі қалыптастырылған. Бүгінгі күні ол екі бағытта қаржыландырады. Ол бірінші республикалық бюджеттен және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан. Жалпы бүгінгі күні балалы отбасыларға жаңағы жәрдемақының 5 түрі және мемлекеттік әлеуметтік сақтандыру қорынан төлемнің 2 түрі төленеді. Жалпы бірінші қараша жағдайына 2 миллионнан астам балалы отбасы осындай төлемдермен жәрдемақыларды алушылар қатарында. Бірінші деңгейде ол енді бала туған кезде бір жолға жаңағы бала тууына байланысты жәрдемақы ол бала туу ретіне байланысты сараланады. Бірінші, екінші немесе үшінші баласы туылған анаға 131 мың теңге көлемінде қаражат төленеді. 4 және одан жоғары бала туылған кезде 217 мың теңгеден жоғары қаражат төленеді. Одан қалды жаңа мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес жаңағы 1 қаңтардан бастап баланы жаңағы күтімі бойынша мерзімі 1 жылдан 1,5 жасқа дейін ұзартылды. Жалпы енді бүгінгі күні осындай жәрдемақыны жаңағы алушылар 632 мың отбасы жаңағы құрайды. Оның ішінде 114 мыңы жаңағы республикалық бюджеттен ай сайын жәрдемақы алушылар санында. Жаңағы бұл жәрдемақының көлемі баланың жаңағы туылған ретіне байланысты жаңа 19 мыңнан 30 мыңға дейін ай сайын төленеді. Және де 517 мың анамыз бізде жұмыс жасап жаңағы осындай жәрдемақы тағайындалған. Ол мемлекеттік сақтандыру қорынан. Жалпы олардың орташа жаңа айлық мөлшері 52 мың құрайды. Одан басқа енді жаңа айтып кеттіңіз, көп балалы отбасылар деп. Биылғы жылы енді ерекшелігі әлеуметтік кодекс қабылданды. Соның аясында да біраз жаңашылдықтар бар. Қандай жаңашылдықтар? Айтып кетейін деген жаңағы егер жанұя отбасы құрамында мүгедектігі бар баласы бар болса, жаңағы ата-анасына немесе жаңағы заңды өкіліне жаңа бала күтуші ретінде мүгедектігі бар ай сайынғы жәрдемақы тағайындалады. Оның мөлшері жыл басынан 57 мың теңге құраса, жаңағы 1 шілдеден бастап, яғни әлеуметтік кодекс күшіне енгеннен кейін жаңағы мөлшері өзгерді және де 65 мың теңгені құрайды. Одан қалды жаңағы көп балалы отбасыларды қолдау 2020 жылдан бастап жаңағы әр балаға тағайындалатын жәрдемақы бар. Жалпы бүгінгі күні 539 мың жаңа отбасы осындай жәрдемақыны алады. Бұл жерде айтып кету керек, жаңағы 2019 жылы егер бізде мемлекетімізде 250 мың көп балалы отбасы болса, яғни көп балалы отбасына жататын бізде 4 және одан көп кәмелет жасына толмаған отбасы және де егер құрамында жаңағы 18 жастан асқан, бірақ күндізгі жаңағы формасында жоғары немесе орта кәсіби оқу алатын жаңағы отбасында құрамында жаңағы баласы болса 23 жасқа дейін төленеді бұл жәрдемақы. 19 жылы 250 болса, биылғы жылы 539, яғни 2 есе артты. Жалпы бала тууында көрсеткішін былай мынандай бір қарқынды көруге болады. Егер 2013 жылы бізде жаңа 70% бірінші баланы туып, жаңа 4-тен жоғары 12% ғана бізде 4-ші бала туылса, биылғы қазір жылы бүгінгі күні 34% жаңа көп балалы отбасында. Одан қалды бізде көп балалы аналарымызды қолдау мақсатында 6 және 7 бала туылған аналарымызға жалпы мемлекеттік награда тағайындалады. Күміс алқа немесе алтын алқа. Жаңағы биылғы жылғы әлеуметтік кодекс аясында жаңағы алтын алқа немесе бұрын батыр ана атағын алған немесе ана даңқы орденімен наградталған аналарымыз, яғни 7 және одан көп бала туып тәрбиелеген аналарымызға
жаңағы жәрдемақы мөлшерін 7,4 айлық есептік көрсеткішке жаңағы жоғартылды. Яғни олар өмір бойы 25 мың теңге көлемінде биылғы жылғы енді мөлшері жәрдемақы алады. Осылайша жаңағы жалпы биылғы жылғы мемлекет басшымыздың тапсырмасын орындау мақсатында жаңашылдық осындай қолдауда бар. Жақсы, шынымен де жақсы оң үрдістер қалыптасып жатыр екен. Соңғы жылдары бізде мына демографиялық салада да өзгерістер пайда болғандығы белгілі. Жақында ғана Қазақстан халқының саны 20 миллионға жетті. Енді әрі қарай да осы демографиялық мәселелерімізге және өзіңіз айтып отырған көп балалы аналарға, көп балалы отбасыларға да қолдаудың жақсарып келе жатқандығының бір белгісі деп бағалаймыз. Енді қазір мен сізге қойайын деп тұрған тағы да бір сұрағым, мына отбасының цифрлық картасы да енгізілгендігі белгілі. Осы жүйе қаншалықты нәтижелі болып жатыр? Жалпы осы әлеуметтік кодекс аясында отбасының цифрлық картасы енгізілген. Білесіздер, жалпы бұл жаңағы әлеуметтік қолдауды қажет ететін отбасыларды өзі ақпараттық жүйелер арқылы жаңағы анықтап, SMS арқылы хабарлама береді. Мысалға бізде айтайын дегенім, жаңағы туу немесе баланың күтімі бойынша жәрдемақының бүгінгі күні проактивті форматта 80%-дан жоғары салып жатыр. Яғни бұл не деген сөз? Жаңағы бала туылған әлі негден перзентханадан шықпаған анаға жаңағы не келеді? SMS хабарлама. Егер сіз оған келіссеңіз, ешқандай неге бару қажет емес, жаңағы халықты орталықтарына, жаңағы сіз келісім берсеңіз, сізге проактивті түрде өтінішсіз жаңағы тағайындалады. Сондай бір мәселелер осы отбасылық цифрлық картасына жаңағы байланысты деп айтуға болады. Жақсы. Онда мен келесі сұрағымды қазір біздің хабарымызға қатысып отырған қонағымыз Ерлан Ахмеди мырзаға қойайын деп отырмын. Ерлан мырза, және біздің сюжетімізде атап өтілгендей, тағы да бір осы әлеуметтік әділетті қалыпқа келтіру үшін мына сырттағы заңсыз шығарылған активтерді елге қайтару мәселесі екендігі белгілі, және бұны да қазір қоғам жіті назарда ұстап отыр. Және депутатымыз Ерлан Сайыров мырза атап өтті, 1 триллионға жуық қаражат қазір елге қайтарылғандығы айтылды. Осы бағыттағы жұмыстардың барысына байланысты өзіңіздің пікіріңізді жеткізсеңіз. Жалпы сөзімнің басында атап өткенде, бұл өте маңызды қабылданған заң болған. Жалпы бұл президенттің тапсырмасы бір жағынан, екінші жағынан халықтың талабы. Яғни біз өткен жолғы референдумның нәтижесінде жер және жердегі байлық халыққа тиесілі. Бірақ сол байлық осы жылдары қалай жұмсалды, қалай мысалға осы активтер сыртқа шығарылды, заңсыз қалай шығарылды, осы мәселені халық өте қатты көтеріп, бұл заң қабылдағанда осындай қолдауды көріп отырмыз. Өйткені бұл, былай қарасаңыз, жаңа біз саяси модель, жаңа экономикалық модельді қалыптастырып жатырмыз. Яғни әділетті экономика қандай болу керек? Яғни ойын тәртібі бәріне ортақ болу керек, тең болу керек. Яғни барлық байлықтар тең бөліну керек, және ашық түрде болу керек. Яғни халық осының барлығын көру керек. Яғни біздің қазынамызға түсетін салық, жалпы жаңағы айтылған балаларға қор, оның да бір мультипликативті эффект деп айтуға болады. Әрине, адамдардың әлеуметтік жағдайына тікелей әсері болады ғой. Яғни жер, байлық халықтікі, яғни осы несібесін біздің болашақ ұрпақ жастар көру керек. Сондықтан осы бағыт бойынша келе жатқан жұмыстар өз нәтижесін көріп жатыр. Жалпы өткен жылы мемлекет басшысы өзінің сайлауалды бағдарламасында да айтқан болатын, нақты тапсырма берген болатын. Сессияның ашылуында депутаттар үкіметпен бірлесіп заң жобасын дайындап, жан-жақты талқыланып, әртүрлі пікірлер болды, сындар да болды, ойлар да болды. Бірақ ең бастысы заң қабылданды. Қазір нақты жұмыс жүргізіліп жатыр. Менің ойымша нәтижесін алдағы уақыттарда міндетті түрде көретін боламыз. Жақсы. Мен келесі сұрақты тағы да Гүлмира Жәкенқызына бағыттайын деп отырмын. Мына жұмыспен қамту мәселесіне де ерекше назар аударылғаны белгілі. Президент бұған байланысты үкіметке арнайы тапсырмалар жүктеді. Әсіресе мына жастарды жұмыспен қамту мәселесіне ерекше назар аудару керектігін атап өткен болатын. Осы жұмыспен қамту мәселесінде сіздердің мәліметтеріңіз қандай? Қазір еліміз бойынша осы бір жылдың ішінде қанша адам жұмысқа орналаса алды?
Гүлмира Жакенқызы тыңдап отырмыз сізді. Жалпы енді халықты жұмыспен қамту арнайы ұлттық жоба бар. Ол аясында оның ішінде барлық мемлекеттік қолдау жаңағы жұмыссыз, оның ішінде жастарға да арналады. Оның бірнеше бағыты бар. Біріншіден жаңағы егер жаңағы жастар биылғы жылы немесе былтырғы жылы әлі жұмыс тәжірибесі жоқ болса, жаңағы жастар практикасын өтеді. Немесе жұмыссыз жаңағы азамат болса, оның қолдау аясында жаңағы кәсіби оқуға бағыттау, немесе жаңағы жұмысқа орналастыру бойынша біраз мәселелер бұл жерде қарастырылған. Жалпы енді айтып кету керек, тек қана жастарды емес, жоғарғы буын азаматтарды да қолдау, оның ішінде жаңағы айтамыз, зейнеткерлік жасқа бірер жыл қалған жаңағы азаматтарымызды да қолдау біраз бағыттары бар. Сол бойынша жұмыстар тиісті атқарылып жатыр. Бұның ішінде жаңағы айтып кеткен цифрлық картамызда біраз көмек жасайды. Бұдан қалды, бүгінгі күні егер жаңағы өзінің ынтасы болса, немесе басқа кәсіп аламыз деген ойы болса, жаңағы тек қана барып емес, енді онлайн форматта еңбек хилс арқылы жаңағы өзінің кәсібін дамытуға болады. Жалпы осындай бір жаңағы бағыттар қысқаша айтқанда елімізде атқарылып жатыр. Жақсы, рахмет. Шынымен де осы соңғы мәліметтер бойынша биылғы жылы 700 мыңға жуық адам жұмыспен қамтылғандығы туралы мәліметті осы еңбек және халықты әлеуметтік министрлігінің өкілдері таратып отырғандығы белгілі. Жалпы енді бұл бағыттағы жұмыс алдағы жылдың аяғына дейін әлі де болса қарқынды жүзеге асады деген ойдамыз. Қазір енді біз тағы да келесі сұрақты Ерлан Ахмеди мырза өзіңізге арнайын. Жалпы тағы да бір өзекті мәселе, осы жақында ғана парламент мәжілісінде осы әлеуметтік әділеттік мәселесіне байланысты көтерілген бір маңызды мәселені айта кетуіміз керек болып отыр. Ол мысалға жаңадан енді алдағы уақытта біздің кен байлықтарын игеру кезінде оның 50% үлесі өзіміздің отандық компанияларда болу керек деген шартты осы арнайы заң ретінде парламент депутаттары ұсыныс ретінде енгізіп жатыр. Бұл да осы әлеуметтік әділеттікті қалыптастырудың бағытындағы негізгі бір жұмыс ретінде бағалауға болатын сияқты. Сіздің пікіріңіз қалай? Ол өте дұрыс мәселе. Жалпы қоғамның тарапынан да осындай бір әсіресе Теміртау жаңағы шахтадағы жағдайдан кейін халықтың тарапынан осындай көптеген сыни пікірлерді қоғамда естуге болады. Жалпы 30 жылдың ішінде біздің кен байлықтарымыз қалай бөлінді, мысалға шетелдіктермен контрактіге қалай қол қойдық, бұл контрактінің жалпы мазмұны қандай болды деген. Яғни енді болашақта сол кездегі қателіктерді қайталамас үшін міндетті жаңа ашылған осы кен орында 50% ол біздің мемлекеттің үлесінде болу керек. Яғни жаңа мен жоғарыда атап өткенімдей жердің байлығы халыққа тиесілі, яғни халықтың атынан мемлекет иелік жасайды, яғни бұл қазба байлықтары қалай бөлінеді деген сияқты. Сондықтан да менің ойымша өте дұрыс бастама, яғни ақырын біз осы әділетті Қазақстан концепциясының аясында жан-жақты бағытта осы әділеттілікті орнатып, яғни болашақта жаңа саяси, жаңа экономикалық модельді іске асыру үшін, оны шынымен де бір нәтиже көрсететіндей осы экономикалық бір ғажайыпқа айналдыру үшін осындай бағыттағы жұмыстар атқарылған дұрыс деп ойлаймын. Жақсы. Онда қадірменді спикерлер, біздің хабарымызға қатысып, бүгінгі тақырыбымызға байланысты өз ой пікірлеріңізді білдіргендеріңіз үшін сіздерге барша көрермендеріміздің атынан алғысымызды жеткіземіз. Осымен қадірменді ағайын, біз бүгінгі эфирімізді аяқтаймыз. Тікелей эфирді тізгіндеген Еркін Байғабылұлы. Әрдайым ойымызды еркін және ашық айта білейік. Сау болыңыздар.